Аллах тағаланың жалғыздығын түсінгеннен кейін, Аллах тағалаға құлшылық жасау керек екендігін, міндетін түсінгеннен кейін, сол міндетті атқарып бастағаннан кейін, ақида деген қияметке дайындық. Басқаның бәрі бос нәрсе. Қиямет сізді ерекше өзгерістерге әкеледі. Қияметке деген иманнан басқа нәрсе сізді олай өзгерте алмайды. Міне қараңыздар қалай дейді Алла Тағала. Сұрға үрленген кезде, «Фазалика яума изин, яуму насир». Сол күні ол, яғни сұрға үрленген күні ол, яғни қиямет күні, яуму насир. Ол өте ауыр күн болады дейді. Өте ауыр күн болады. Біз өмір сүріп жатырық. Аллах Тағала Құранда қалай келтіреді? Ма янзуруна илля сойхатан вахида. Ясин сүресінде қараңыздар. Бір ғана айқайды күтіп тұрсыңдар дейді барлықтары. Бір ғана айқайды күтіп тұрсыңдар дейді, сұрдың даусын. Сол үрленген жаңағы сұрдың даусы шыққан кезде, анау дауыстың толқыны 7 қабат аспаның мен 7 қабат жеріңді жоқ қылады. Тау үгітіледі. Адам не бұл жерде? Бұтшыда болып қирайды әлем. Тахузухум дейді Алла. Жалмайды. Вахум яхиссимун. Олар осы дүние тіршіліктерінде таласып тартысып жатқан кездерінде дейді. Қараңыздаршы қалай келтіреді. Базарда, жұмыста, үйде таласып тартып жатқан кезде келеді соққы дейді. Сөйтіп, фала ястатиғуна таусиятан. Ешкім өсиет қалдырылмайды дейді артынан. Қараңыз. Вала иля ахлихим яржаун. Үйлеріне де орала алмайды. Бітті жоқ. Таңғы сәтте ояну, таңғы шай. Әйеліңнің көйлегіңді түктеп жатуы. Жоқ. Бітті. Таңғы ас. Ертеңгі жоспар. Біреу сол күн анасымен ренжіп жүрсе қалай болады? Біреу сол күні бір бауырмен ренжісе татуласпай жүрсе қалай болады? Біреу әлі намазды бастамаған болса қалай болады? Міне бұл күн өте ауыр күн дейді Аллах Тағала. Сосын тағы да бекітеді. Алал кафирина гойру ясир. Кәпірлерге оңай болмайды дейді. Бұл жерде бұл аят үміт беріп тұр. Мүминдерге жеңілдік болатындығын. Алхамдулилля, Аллаға шүкір. Кәпірлерге оңай болмайды дейді ол. Вануфиху фиссур. Сұрға үрленген кезде. Фаизаху минал адждаси. Олардың барлығы қабірлерінен тұрып дейді. Сұр, бір ғана айқай. Түгеліміз қабірден тұрдық. Тіріліп қойғанбыз. Алланың құдіреті. Фаизаху минал адждаси иля роббихим янсилун. Раббыларына қарай ағылып барады. Біз Алланы кіміз? Аллах Тағала қайтарады өзіне қарай. Біз сұраламыз. Әр нәрсе үшін. Ол сұралмайды. Міне осы сұралатын күн жүрегімізге жазылу керек. Әйтпесе адам ешбір жамандықты доғармайды. Адам үзілмейді. Адам өзін өзі тәрбиелемейді. Осы күн естен шығып кететін болса, босап кетеді адам. Сол күні қабірден тұра сала айтатын сөздері дейді, қараңыздар. Қолу, я вайлана. Қандай сорбаңда едік, қандай сорлы едік, сорға батқан едік, өкініш сөздер. Қандай бақытсыз едік. Мән бағаса мен марқодина хаза.
мына қабірлерімізден қайта тірілткен кім бізді? Айдап баратқан періштелердің жауабы: «Хаза ма ваъдар рахман». Бұл Рахманның уәде еткені ғой дейді. «Ва садақал мурсалун». Елшілердің барлығы шындықты айтқан еді дейді. «Ин канат илля сайхатан вахида». Бір ғана айғай болады. «Фаиза хум жамиғу ладайна мухдарун». Барлығы алдымызға жиналға қаласындар. Міне, енді сол күні, нағыз өмір сол күні басталады. Сөйтсек, мұнаның барлығы тек қана сынақ болған екен. Әркім өзін көрсету үшін берілген өмір екен бұл. Аллаға көрсету үшін, адамдарға емес, дүниеге емес, Раббыңа көрсету үшін. Раббыңның берген бағасы ғана баға болады. Басқаның бағасы бос нәрсе. Қазір мысал келтіреді Алла Тағала келесі аятта да соған байланысты. Баршамызды жинайды Алла Тағала алдына. Бүкіл халық, өзіңіз ойлаңыз, Адам алейхиссаламнан бастап қиямет орнағанға дейінгі бүкіл халықты жинап әкеледі. 500 жылдық жерден дейді. Жер мен бірінші аспанның арасы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан, жерден бірінші аспанның қашықтығы 500 жылдық жыл деген. Жұлдыздарды көреміз ғой біз. Алыстағы жұлдыздар мысалы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, тозақ алаулап тұрады дейді, 500 жылдық жерден. Бүкіл халық көреді дейді соны қияметте. Бүкіл жұрт анау жақта алаулап тұрды. Қандай қорқыныш келеді? Ойлашы, кім құтылады анадан, кім құтылмайды? Қарас, қиямет сағаты қандай қорқынышты. Ол көрінуі бір ғой, ол даусын шығарады екен. Шахиқ дейді. Айқайлап атқан даусы шығады. Раббысының дидарын іздеп. Ойлашы, кәпірлерді азаптауға бойұсынып даусы шығады екен. Алыстан естімейтін адам болмайды, бүкіл естиді. Шыңғырған, айқайлаған даусы бар дейді, зары бар. Бұның бәрі хақ. Бәрімізді жинайды. Біз алданып жатқан нәрселер көп. Қаншама бастықтарды жиналады. Бастық болғандығы есінен шығып кетеді. Қаншалаған ғұламаларды жинайды. Ғалым болғандығы есінен шығып кетеді. Түкке татымайды ол күні ешкім. Алла біреудің дәрежесін көтермесе. Арғындар жиналады. Арғын екенін ұмытады. Наймандар жиналады. Найман екенін ұмытады. Түк нәрсе көмектеспейді ол күні. Байланыстар үзіледі. Не істесем екен деген уайымда болады әркім. Не істейсің ол күні?